Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін 15 қыркүйек. Қобыланды батыр жырын өтеміз. Дәптерімізді ашып, күннің ретін жазып, тақырыпты жазып қойыңдар. Қобыланды батыр жыры қазақ халқының ең көлемді батырлар жырының бірі. Жырдың негізгі тақырыбы жері мен елін сыртқы жаудан қорғау. Осы жолда ерлік көрсеткен ер азаматтардың батырлық істерін көрсету. Біз балалар білеміз, батырлар жыры, оның ерекшелігі, жырда ең бірінші кезекте елін, жерін сыртқы жаудан қорғау мәселесі тұратынын. Және де батырлар жыры ауыз әдебиетінің бір түрі. Сол себепті ауыз әдебиетінің ерекшелігі ондағы жырлар, өлеңдер барлығы да ауыздан ауызға халыққа тарап отырғандықтан әрқашанда өзгеріске түсіп отырады. Ал жазба әдебиеті болса, ол кітапқа түскендіктен ондай ешқандай өзгеріс ешқашан болмайды. Ал ауыз әдебиеті әр адам өзі қалай жаттайды, солай келесі адамға жеткізіп отыратындықтан да көп өзгерістерге ұшырайды. Сол себепті де Қобыланды батыр жырының ең көне түрі бізге жетпеген. Өйткені жырды жырлаған ақын, жырау, жыршылар өзі өмір сүрген дәуір тұрғысынан толықтырып, өңдеп отырған. Яғни, бұл Қобыланды батыр жырының өзгерген себебі, әр жыршы, жырау оны жырлаған сайын өзі өмір сүріп отырған қоғамға байланыстырып, өзгертіп отырған екен. Сондықтан Қобыланды батыр жырының бірнеше нұсқасы бар. Аталған жырды Марабай жырау, Мергенбай жырау, Біржан Толымбайұлы, Мұрын Сеңгірбайұлы сынды жыршы ақындар жырлаған. Және де ол кездегі жыршы жыраулардың ерекшелігі бір жырды бірнеше күн тоқтамай күндіз түні жырлап отыратын болған. Жырдың бізге 29 нұсқасы жеткен. Осы 29 нұсқасының 26 нұсқасы Қобыланды батырдың ерлігі жайында. Ал 3 нұсқасы Қобыландының балалары Бөкенбай мен Киікбай батырлар туралы жазылған. Қазіргі күнде бұл жырдың нұсқалары Мәскеу, Алматы, Орынбор, Қазан, Ташкент, Нүкіс қалаларының мұрағаттарында сақтаулы. Қарақыпшақ Қобыланды батыр тарихи тұлға. Шамамен 15 ғасырда өмір сүрген екен. Яғни, балалар, бұл Қобыланды батыр өмірде тарихта болған кісі екен. Ауыз әдебиетінде көбінесе тарихта болған кісілерді жырлаған. Тарихи деректер бойынша көшпелі өзбек мемлекетінің негізін қалаушы Әбілқайыр ханның бас батыры болған. Қазақ шежіресіне сүйенсек, Қобыланды Қарақыпшақтан тараған Тоқтарбайдан туған. Мұның бәрі Қарақыпшақ Қобыланды батырдың аңыздық негізде қиялдан туған кейіпкер емес, өмірде болған, ерлік істерімен еліне танылып, құрметіне бөлеген қас батырлардың бірі болғанын дәлелдейді. Балалар, ауыз әдебиетінде, осы батырлар жырында да бас кейіпкер тарихта болған кісі болғанымен, жырды жырлаған кезде жыршылар, жыраулар адамға жақсы әсер ету үшін, ерекше сезімде қалдыру үшін ойдан қосатын болған. Мысалға, ол бір күннің ішінде бір жастағы баладай, 10 күннің ішінде 10 жасар баладай болды деп жырлайды ғой. Міне сол адамға, тыңдаушыға жақсы әсер қалдыру үшін айтылады екен. Қазір енді жырдың бас жағын кішкене сендерге оқып беремін. Сол мәнермен әдемілеп өзіміз жырды толық нұсқасын оқимыз. Жарай ма? Себебі бұл жыр біткен кезде тағы да сендерден Керқуатты Кендебай ертегісі сияқты тест алатын боламын. Ол кезде 5 сұрақтан тұрмайды, кемінде 10 сұрақтан тұратын тест аламын. Ал енді жырдың басын тыңдап көрейік. Кешегі өткен заманда, дін мұсылман аманда, Қарақыпшақ Қобыланды, атасы мұның Тоқтарбай, халықтан асқан болды бай. Байлығында есеп жоқ, айдалып бағып жайылды, 4 түлік малдың бәрі сай. Жаз жайлауы көзді көлді жайлаған,
қалың қыпшақ жағалай. Тоқтарбайдың дәулеті, ішкені де, жегені де тоқ. Бай кедейдің көңілі жай. Қыс қыстауы қараспан, қараспан көкке таласқан, ат үйірінен адасқан. 80-ге жасы келгенше, бір бала көрмей Тоқтарбай, қайғыменен қан жұтып, ақылынан адасқан. Шөл иесі сұңқар қияқсыз, еш нәрсе көрмей дүниеден, өткенім бе деген тұяқсыз. Тоқтарбайдың зарына қалың қыпшақ қайысқан, әуле қоймай қыдырып, етегін шеңгел сыдырып, жетіпірге танысқан. Әулиеге ат айтып, Қорасанға қой айтып, қабыл болған тілегі, жарылғандай жүрегі, аналықтай бәйбіше қабырғасы майысқан. 50-ге жасы келгенде, көзімді ашпай дүниеден, өтемін бе дегенде, сонда көрген арыстан, бір ұл, бір қыз атадан. Қыздың аты Қарлығаш, Қобландыға қарындас. Міне өсіп балалар, жыр 80-ге келген Тоқтарбайдың бір ұл, бір қызды болуымен басталған екен. Енді тапсырма балалар, Қобланды батыр жырының толық нұсқасын оқимыз. Үйлеріңде батырлар жыры болса, тауып алып оқимыз, жоқ болса ғаламторда бар балалар. Соны тауып оқимыз. Таппай тұрсаңдар маған айтыңдар, мен тауып сендерге сілтемесін жіберемін. Жарайды ма? Сау болыңдар.